Бүгін біз сіздермен ораманы істейтін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде бірге жасап көріңіздер. Алдымен ішіне салатын фарштарымызды дайындап аламыз. Қажетті заттардың бәрін астында қалдырып кеттім. Соған қарап мөлшерімен жасасаңыздар болады. Қамырымызды жайып дайындап алғаннан кейін үстін майлаймыз, жұқалап. Артынша дайын болған фаршымызды салып бастаймыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша қалың көбейтіп те салсаңыздар болады. Дайын болған ораманы мантоварканың астын майлап, соған саламыз. Артынша екінші қамырымызды жайып, тура сол ретпен дайындай береміз. Ораманы 40-45 минутқа қойып, бере берсек болады. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Тіркелуді ұмытпай, каналдағы басқа да видеоларды қарап шығыңыздар.